Бейнероликтің тұрақты демеушісі One X компаниясы. Тек сол жерде жоғары коэффициенттер, оперативті қызмет көрсету және жедел төлемдер. Тек осы жаздарнамызды тіркелушілері төмендегі промокод арқылы үлкен бонустар мен сыйлық ақыларға қол жеткізеді. Ал біз сіздерге тек сәттілік тілейміз. One X сілтемесі төменде. Бәлкім маусымның басы трансферіне айналуы тиіс болған Мессидің Ман-Ситиге кетуі нәтижесінде іске аспаса да соңғы 2 аптада шынымен де футбол жұртшылығын таң қалдырған бірнеше трансферлер қатары жүзеге асты. Бүгінгі бейнероликте ең аты шулы күтпеген трансферлерді талқылап көрмекпіз. Арнамызға жазылып қоңырау түймешесін басуды ұмытпаңыздар. Ал біз бастаймыз. Өткен маусым толық аяқталмай жатып, Барселона Ювентуске Артур Мелоны сатса, Ювентус каталондық клубқа шамамен дәл сол ақшаға Миралем Пьяничті сатты. Жалпы бұл жерде каталондықтар қандай политикаға сүйенгендерін түсіну өте қиын. Себебі Сетен сол сәтте әлі Барсаны тізгіндеп, клуб әрі қарай жеңіле ма мүлде белгісіз болды. Тіпті сол кезде Рональд Куман жөнінде де сыбыстар болмады. Демек, Бартомеу әдеттегідей ешкіммен ақылдаспай, бәрін өзі ғана билеп төстеуде. Қос трансфер өздерін ақтай ма жоқ па, бұны әрине уақыт көрсетеді. Десе де меніңше ортасында 12 миллионы толса да, Ювентус бұл жерде әлде қайда пайда көрді. Біріншіден Артур Пьяничтен 6 жылға жас, демек бразилиялық хавбектің перспективтары да әлде қайда жоғары. Екіншіден Пьянич өзінің кім екенін дәлелдеп Чемпиондар лигасының финалында ойнап, сан түрлі жүлделер ұтты. Келсем әрине тәжірибе, опыт, experience бұл өте маңызды. Алайда егер Пьянич адаптациямен сәл қиналса, соңына дейін күреспеуі де мүмкін. Қысқасы бәрін уақыт көрсетеді. Бір кездері әлем чемпионатында жарқ ете қалған Хаместің тіпті 30-ға толмай Эвертонға ауысқанын көрген әрине өте ауыр. Бастапқыда Реалдың ойынына толық үйлесіп сіңіссе де, Хамес аздаған позиция үшін бәсекелестікті көтере алмады. Тіпті Родригес орны үшін жұлып жеп таласудың орнына әр сұхбатында басшылыққа шағымдана берді. Міне дәл осы себепті де талант өз орнымен, жетістікте ең бастысы еңбекқорлық пен соңына дейін күресу деп бекер айтпайды. Эвертон колумбиялық хавбек үшін 25 миллион евро төлеп, Хамес футболдық жолындағы әкесінің баптауына оралды. Сол жерде екеуі де соңғы сөздерін әлі айтпады деген үміттеміз. Серхио Регилон мен Гарет Бейлдің трансферлеріне келсек, біріншіден Гарет Бейл Реалдан әлі толық кетпеді. Патшалық клуб уэльстық вингерді 1 жылға жалға өнер көрсетуге жіберді. Ал испандық қорғаушы үшін шпор басшылығы 30 миллион евро төледі. Егер мадридтік Реал Регилонды клубқа қайтарғысы келсе, кемінде 40-45 миллион төлеуі тиіс. Құрамды тазартып жатқандары түсінікті әрине, десе де неліктен Реал әлі де топ трансферлермен күшеймеуде. Сантьяго Бернабеудің реконструкциясы трансферлік политикаға кесірін тигізбесе болды. Әйтпесе Арсенал бір кездері Эмирейт стадиумды Дубай қылам деп неден айырылғанын әлі де сезіп жүргені анық. Мюнхендік Баварияға мансабынан 7 жыл ардаған Тиаго Алькантара Чемпиондар лигасындағы триумфынан кейін өте қуанышты нотада Ливерпуль сапына ауысты. Мерсисайдықтар 29 жастағы испандық хавбек үшін 30 миллион евро төледі. Жалпы Юрген Клоптың тәжірибесіне сүйеніп, бұл трансферден өте үлкен үміт күтуге болады. Десе де нақты бағаны дебюттік ойыннан кейінгі 5 матчтен кейін ғана айтуға болады. Және де Барселона тарихындағы екінші Луис Суарес болса да, тірі аңыздарының қатарына кірген Альберто Луис Суарес Мадридтік Атлетикоға ауысты. Ла Лиганың 3-ші тур аясындағы Гранадаға қарсы ойында уругвайлық форвард дебюттік ойынында дубль автор атанды. 71-ші минутте алаңға кірген Луис небәрі 8 минутта 2 гол соғып, мансабының соңғы 5 жылын Барсада емес, Мадридтік Атлетикода өткізгенде әсер қалдырды. Бұл жерде футболшыны неліктен дәл Атлетиконы таңдағаны түсінікті. Адаптацияға акцент, Барса басшылығын әрине және жеке өзіме дәл сол басшылыққа бірденені дәлелдегісі келгендей көрінді. Клуб басшылығы соның қатарында Бартомеу Суаресге дәл Мессиге жасағандай тек керісінше опасыздық қылды. Суарес соңына дейін еш хабарсыз келіп, маусым басталуына өте аз қалғанда Куманға керек еместігін түсінді. Бұл әрине өте қиын әрі ұзақ тақырып, сондықтан кейінге қалдырамыз. Ал жалпы айтсақ, егер Касилес пен Флорентино Перестің жағдайы қайталанып отыр. Ал қай трансфер сіздердің ойларыңыз бойынша өзін толық ақтап, қайсысы құрдымға кетеді? Пікірлеріңізді комментарийге жазуды ұмытпаңыздар. Арнамыздың Instagram желісіндегі парақшасына тіркеліп, бізбен бірге болыңыздар. Келесі кездескенше достар, футбол бірінші орында.